анжас, яғни нәжас тақырыбы. Нәжас дегеніміз не, қалай бөлінеді, одан қалай тазарынамыз, соны айтады. Татхиру нәжасати ваджибун мин баданил мусалли ва саубихи вал макани аллази юсалли алейхи. Намаздың 6 шарты бар ғой, намаздың сыртында 6 парыз дейміз, ол шарты да сыртындағысы. Ол не? Қыблаға қарау, ниет қылу, әурет жабық болу, сосын не? Денеде нәжас болмау, киімде нәжас болмау, сосын намаз оқитын жерде нәжас болмау деген. Намаз оқитын жерімізбен денемізде, киімімізде нәжас болмау керек дейміз. Соны айтады, намаз оқитын адамның денесінде де бір қан, немесе тағы бір кіші дәрет, қолымызды жумай шыға салдық, жуық балды, үлкен дәрет, денемізде кішкентай баланы көтеріп отырып жіберіп қойды, қолымыз не кіші дәрет болып қалды. Сол нәжаспен, ол сіздің қолыңыз болса да, киім емес жай қолыңыз, денеңіз болса да, намазға жарамайды. Жуу керек, жуып тастау керек. Намазға жарамайды. Киімге кетсе де. Және де бұл жерде айтып кету керек, кішкентай бала, ғалымдар енді әртүрлі пікірде болған, мынандай тек қана сүт еметін баланыкі не істемейді, жаңа нәжас емес, таза сүт қана ішеді ғой деген сияқты. Бізде Ханафи мазхабында парқы жоқ. Ол тек қана сүт жема, қосымша тамақ жема, парқы жоқ. Нәжас па? Нәжас. Жаңа туған баланда зәрі нәжас болып есептелінеді. Неге? Өйткені ол ішіп атқан таза сүт, бірақ мен жақтан нәжас шығарып жатыр ғой. Бізде ішіп атқанымыз таза су ғой. Таза су ішеміз, таза тамақ жеміз, сүт жеміз, бірақ мен жақтан нәжас болып шығып атқан жоқ па? Адам ішінде жаңағы өзгеріске ұшырағаннан кейін ол нәжасқа айналады. Сондықтан ол таза сүт жеп жатыр ма, қосымша тамақ жеп жатыр ма, парқы жоқ дейді. Балама туылды ма, ішінен жаңағы сүт ішеді, бірақ шыққан кезінде сасып, сүт болып шығып атқан жоқ қой анау. Үлкен дәреті, кіші дәреті сүт болып шығып атқан жоқ қой. Сасып, кәдімгідей үлкен адамдікінен де асып кеткен не болуы мүмкін да, мысалы иісі шығып. Нәжас. Сондықтан тек қана сүт ішеді, сүт ішпейді деген бөлінбейді. Кішкентай нәрестені жіберіп қойса үстімізге, қолымызға, ол намазға жарамайды. Оны шешіп тастау керек, ауыстыру керек, немесе жуып алу керек. Түсінікті ма? Сонда бір кісіні көргенімді, менің қызым ұстап отырды, үлкен кісі ғой. Жіберіп қойды алдына. Ойбай аға, жуыңыз мынаны, ауыстырыңыз. Жоқ, бала деген періште ғой деп. Соны жумаста мешітке барып намаз оқыды ана кісі. Тыңдамайды еш айтсам. Жоқ, бала деген періште ғой, ол таза деп. О, аға, нәжас болып есептелінеді. Бұл болмайды намазға. Қазір оқыған намазыңыз қайтып оқу керек тура келеді. Жоқ, қоя сал. Періште ғой ол деп тыңдамайды да. Сөйтіп сол күйінде барып оқып келді. Енді аға ескертті мен сізге дедім да. Сол күйінде барып мешітке барып намаз оқып келді мысалы. Ол нәжас. Періште шығар жақсы көрген кезінде. Бірақ ол не? Ол періштеде ішеді, ол періштеде нәжас шығарады да. Сондықтан періште болса да нәжас шығарады. Соны білу керекпіз. Сондықтан намаз оқитын адам денесінде, киімінде және намаз оқитын жерде не болмау керек нәжас. Кеуіп кетсе халалға айналып кетеді деді ма біреу? Кеуіп кетсе халалға айналып кетпейді, нәжас болып қала береді. Ана кішкентай бала отырып кеткен дейсіз ғой. Білмесеңіз, сіз үшін таза оқи бересіз. Бірақ намазыңыз қабыл болмауы мүмкін. Білмейміз, ау? ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل ماء طاهر يمكن إزالتها به كالخل والماء الورد. Енді осындай нәжасты денеге тиген. Ол сұйық нәжас бола ма, қатты нәжас бола ма, немен кетіреміз дейді? Сумен кетіреміз. Таза сумен. Таза су. Суларды біз бөлдік. Өзі таза дегеніміз нәжас түспеген, нәжастан таза деген сөз. Өзі таза. Мынаған шамалы сабын түсіп кетіп, бұлыңғыр болып тұрған болса да таза су болып есептелінеді. Аздап лайланып, ішіндегісі көрінбей лайланып тұрған болса да таза су болып есептелінеді шариғатта. Неге? Өйткені нәжас емес қой түскен. Түсінікті? Яғни таза десе, топырақтан да, шаң тозаңнан да таза деген емес. Шариғаттағы тазалық ол нәжастан тазалықты не істейді. Бұл таза су. Суды 3 түрге бөлдік. Өзі таза, яғни нәжас жоқ бойында, өзгені тазартушы. Мына су өзі таза, өзгені тазартушы. Яғни өзі таза, нәжас емес, плюс бұлмен дәрет аламыз, басқанда тазартады дейді. Түсінікті ме? Өзі таза, өзгені тазартушы. Екінші түрі бар, өзі таза, бірақ басқаны тазарта алмайды дейді. Ол шырындар, қарбыз қауынның сулары. Ішуге болады ғой, таза ғой, халал ғой, нәжас емес қой.
Өзі таза болғанмен, бірақ өзгені тазарта алмайды. Қарбыз қауынның суымен дәрет алсаңыз не болады? Бәрі шырыш болып жабысып, бүкіл шыбындарды не істейсіз? Жаныңызға үймелеп алып жүресіз. Иіс шығуы мүмкін, ол сасуы мүмкін кейін. Яғни дәрет алуға жарамайды ондай су. Өзі таза болса да, өзі таза, бірақ өзгені тазарта алмайтын су дедік. Үшінші су нәжас су. Өзі таза емес, басқаны да тазарта алмайды. Енді мына жерде айтады, нәжасты. Сұйықтық нәжас емес. Өзі таза болған сұйықтықтың барлығымен тазарта беруге болады дейді. Жаңағы мынау таза сумен нәжас кетіруге болады. Өзі таза, басқаны да тазартушы, бұнда сөз жоқ. Ал енді өзі таза, бірақ өзгені тазарта алмайтын қауын қарбыздың сулары бар ғой. Олмен дәрет алуға жарамағанмен, бірақ ол неге жарайды дейді, нәжасты кетіруге. Түсінікті ме? Яғни киімге не тиіп кетті, нәжас. Сол қарбыз қауынның суы бар еді, соған батырып, немесе соны құйып отырып, жуып алсақ, шырш болса шырш бола берсін киім. Бірақ нәжастан тазартып алдық. Намазға жарайды. Шырш болса шырш болсын. Кеуіп қалар, бірақ не? Намазға жарайтындай болып тазартып аламыз. Сондықтан мынау өзі таза, өзгемен тазартушы сумен ғана дәрет алсақ, шырындармен дәрет алуға келмейді, бірақ нәжасты тазартуға келеді. Уксус секілді сұйықтықтармен де бола береді дейді. Уксус ішуге келмейді ғой, дәрет алуға келмейді. Нәжас болмаса да дәрет алуға келмейді. Қандай да бір березовый сок дейміз, аққайынан аққан соктар, жаңағы шырындары, қандай да гүлден, қандай да бір өсімдіктен, қарбыз қауындардан сығылып шығып жатқан мынандай шырындарымен нәжас кетірсе болады дейді. Басқа, әлбетте басқа су болмаса. Таза су тұрса сен шырынды қайтесің, дұрыс па? А су жоқ. Бірақ орманда жүрсіз, аққайындардың арасында су жоқ, бірақ не шырын ағып тұр тамшылап. Жинап алып, не істеуге болады? Нәжасты кетіруге болады да. Су жоқ қой. Жарайды да. وَإِذَا أَصَابَتِ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ وَلَهَا جِرْمٌ فَجَفَّتْ فَدَلَّكَ بِالْأَرْضِ جَازَ. Мына неге мәсіге дейді. Тері ғой. Соған қою нәжас, қатты нәжас бар ғой жаңағы. Үлкен дәрет дейміз ба, түсіп кетті да. Сөйтіп, енді қою дейді да бұл жерде, қою. Сөйтіп тұрып кеуіп қалған екен дейді анау. Кеуіп қалған, немесе бір жаңағыдай құрғақтау бір нәжасты басып кеттік делік жұғылып қалды. Сол кезінде соны бұлай жерге, топыраққа, құмға, шөпке ысқыласа, ол тазарады дейді. Яғни бұл асты тегіс мәселелерді айтып жатыр да, тегіс аяқ киімдер. Қазіргі күндегі сапожки, ботинкаларды алатын болсақ, асты қуыс-қуыс, нәжасты басып кетсеңіз, топыраққа бейде салсаңыз, ол тазармайды. Қуыс-қуысында қалып кетеді. Ол жуу керек болады, дұрыс па? Ал жаңағындай асты тегіс аяқ киімдерді пайғамбарымыз нәжас болған кезінде аяқ киімін топыраққа бүйтіп сықылап жеріп, сол аяқ киіммен намаз оқығандықтар келеді. Оқығандар. Содан алады ғалымдар, аяғы тегіс жаңағы былғары, енді кезінде протектор нелер болмады ғой, бәрі тегіс аяқ киім болды ғой. Соны айтады, аяқ киім жалпы мынау нәжас тиген болса, оны сықылап жіберсе, тазарып, ешқандай әсері қалмаса мына жерде, ол намаз оқуға жарай береді деп жатыр. Болады дейді. Өлмәнию яджибу ғослу ротбихи фаиза джаффа аля сауби ажза фихи фарқ. Мәни дегеніміз не? Бұл ненің ер адамнан да, әйел адамнан да шығатын жыныстық суы. Яғни ерлі-зайыптылар арасында қосылған кезінде шахуатпен шығатын жыныстық суы, мәни. Сол мәни дейді, Ханафи мазхабы бойынша не дейді? Нәжас болып есептелінеді. Енді имам Шафиғи иштихад қылады, ол адам жаратылады, одан адам ұрық қой енді. Сонда біз не нәжастан шығып жатырмыз ба? Нәжас демейді да ол кісі енді. Мәни тиіп кеткен жерді жумай-ақ қой. Не дейді? Жарай береді намазға, мәни нәжас емес дейді. Бізде Ханафи мазхабында жаңағы Айша анамыздың нелерін алады, хад нелерін. Жаңа мәни жұғып қалған нелерді пайғамбарымыз жуғызбай, немесе бір ысқылатып тазартпай кеуіп кеткен болса, намазға шықпайтын еді деген сондай хадистерін алады да, мәниді кетіру міндетті деген хадистерді алып, бізде Ханафи мазхабында мәниді нәжас дейді. Түсінікті? Мәниді нәжас. Сондықтан ерлі-зайыпты адам қосылған кезінде сол мәни денеге немесе киімге жұғып кеткен болса, оның сұйықтығын жуу міндетті. Сұйықтық тиген болса жуумен тазарады. Ал киімге тиіп кетіп, тұрып кеуіп кеткен болса дейді,
оны ысқылау арқылы тазарады дейді. Уқалап жерсе, өйткені Айша анамыздан хадис алады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жаңағы мәние бір киімге тиіп қапты дейді, ол тұрып кеуіп қалған. Араб елдерінде ыстық қой. Мысалы түнде кейбір кезінде болады, мысалы ихтилам болып қаласың түнде. Ихтилам болғанды білмей қаласың. Неге? Таңертеңге дейін кеуіп кетеді. Жүре бересіз, бір күндердің бір күнде, бір-екі күннен кейін ба, іш киімнен байқап қаласың. Мынау қашан болған дейсің. Қашан болғанын өзің білмейсің, кеуіп кеткен. Білмей қаласың, қашан сен ихтилам болдың. Ғұсылсыз жүргенсің да, мысалы ғұсылсыз жүріп намаз оқығансың, білмей қаласың. Күн ыстық жерлерде сол кеуіп кеткен білмей қаласың. Енді мына салқын жақтарда әйтеуір не ылғалды болып жатады да білесің ғой, ой, жаңағы авария болыппын деген сияқты. Ыстық жақтарда білмей қаласың, әсер қалмайды. Сондайда кеуіп кеткен болса, Айша анамыз айтады, пайғамбарымыздың жағаны кеуіп кеткен мәние киімді былай уқалап сөйтіп солмен киіп намазға шығатын еді дейді. Жумай-ақ та кеуіп кеткен болса. Енді біз ылғалды жұққанын көріп тұрып, бұны кейін кепкеннен кейін уқалай салуға болады деп кептіріп қоюға болмайды. Түсінікті ме? Бұл енді жаңағындай білмей қалып, көрмей қалып, кеуіп кеткен болса, соны уқалаумен кетеді. Ал егер көріп тұрған болсақ, ылғалды екен, ол кезінде жуу парыз болады дейді. Міндетті түрде сумен жуу керек дейді. Әдейі көріп тұрып, біліп тұрып, тастақ қоюға болмайды дейді. Кепкесін уқалай саламыз ғой, жеңіл ғой деп. Енді нәжас нәрсе мынандай бір шыны, пластмасс, темір, пышақ, қылыш, айна дейді. Мындай шыны ыдыстарға нәжас тиген болса, бұны мысалы нәжас тиіп кетті, бұны жақсылап сүртсе дейді. Жақсылап сүртсе, нәжас тазарады сүртумен дейді. Өйткені бұл сынып кететін нәрсе емес қой. Мынаған тамса киімге, онда сүрту жарамай қалады, онда жуу керек, сынып кетеді. Түсінікті? Кеуіп кетсе де. Біз білеміз, мына жерге кішкентай бала отырып қойды, кеуіп кетті. Түк көрінбейді, әсері көрінбейді. Бірақ біз білеміз ғой нәжас болған. Ол намазға жарамайды. Жуу керек міндетті түрде, кеуіп кетсе де. Сондықтан мына жерде солай. Білеміз, баланы жерге отырып қойды ма, жумадық, кеуіп кетті, үстіне намаз оқып беріп болмайды. Жуу керек, тазарту керек. Содан кейін барып, онсыз болмайды. Кеуіп кетсе де. Түсінікті? Қылыш, пышақ, шыныларға нәжас тисе, сүртумен тазарады дейді. Ол деген сөз, яғни жумай тастай сал деген сөз емес. Әлбетте жуса ешқандай күмән жоқ. Бірақ бұл жерде минимальный айтып жатыр да шариғатта. Біреудің пышағы бүлініп қалды, алып жақсылап тұрып сүріп жүрді, су жоқ еді. Су жоқ басқа, нан турауға не істейміз, тураймыз ба, турамаймыз ба? Жақсылап сүртті, болды, турай бер, тазарынады ол. Бір орыстарға бербен жанындағы, мысалы. Өзен жағасында жатсын, мысалы, балық аулап, пышағында алып, орыстар алды да қарасына сал турап отыр тарсылатып. Мысалы, или бір мал бағып жүрсін, су жоқ жерде. Пышақты әкелдің, қарасына су жоқ. Анау не? Шошқан несін турап тастапты. Су жоқ жуатын. Сонда жақсылап тұрып, жаңа қағазбен, шүберекпен, иісі қалмайтындай, май қалмайтындай қылып, жақсылап тұрып, сықылап тұрып сүртсе, ол тазарды болып есептелінеді дейді. Сонымен кейін нан турай берсем болады. Бірақ жуған әлбетте не? Жуған абзал, бір жерде енді минимальный айтып жатыр да, жоқ дегенде сүртсен тазарады. Жусан ол әлбетте тазарады. Бұл енді ең азын айтып жатыр да, жоғар жағын айтып жатқан жоқ. وَإِذَا أَصَابَتِ الْأَرْضُ نَجَاسَةٌ فَجَّافَتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ أَثَرُهَا جَازَتْ الصَّلَاةُ بِمَكَانِهَا وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مِنْهُ. Енді былай дейді, кімнің бір жерге дейді, не істесе, нәжас түссе. Мысалы, не істеді? Бір мал ма, бір адам ба, кіші дәрет сындырды дерек бір топырақтың үстіне. Жерге былай шыққанда дәрет сындырды біреу. Біз оны көрдік. Тәк, мына қораның бұрышында, немесе ауылда, мына жерге кеше бір малдың, немесе адамның тұрып дәрет сындырған білеміз. Түсінікті? Енді бір жеті өтті, 10 күн өтті, жаңбыр жауды, күннің көзі бар, малдар басып өтіп жатыр, шаң бораң боп, жаңағы шаң тозаң боп, бір жеттен кейін қарасақ, ана жерде ізі жоқ. Нәжастың ізі қалмаған. Еңкейіп иіскеп көрбек, иісі де жоқ екен. Енді дәмін көрмейсің ғой енді топырақтың. Иісі де жоқ, түсі де жоқ. Әсер қалмапты. Жаңбыр жауды, қаншама жаңбыр жауып жатыр, шайылып жатыр, үстінен басып өтіп жатыр, шаң тозаң болып араласып, бүйтіп, ешқандай нәжастың әсері қалмапты дейді. Сол жерге намаз оқуға болады дейді. Өйткені әсері қалмады ғой, тазарды ғой. Күнмен тазарады, желмен тазарады, жаңағы немен
сумен тазарды. Сол жерге намаз оқуға болады, кейін ешқандай әсер қалмаса дейді. Бірақ не болмайды дейді, таяммум соғуға болмайды ол жерге дейді. Тазарса да. Өйткені таяммумда саидан тайиба деген сөз бар. Саидан дегені жер жынысын білдірсе, тайиба деген өте жақсы, таза жер деп айтылғандықтан, біз бұрын нәжас болғанын білмеуіміз керек екен. Енді басқа жер таза деп есептейміз, біз көрмей тұрғанда, баяғыда ма бір мал дәрет сындырып, бұрын нәжас түсіп, кейін әсер қалмауы мүмкін. Бірақ біз білмейміз ол жерді. Біз үшін ол таза дейді. Сондықтан мүлдем нәжас түспеген жерді білсек, сол жерге таяммум соға береміз. Ол бұрын, может, біздің алдымызда бір нәжас болуы мүмкін, әсер кетіп қалуы мүмкін. Бірақ біз білмейміз, ол біз үшін таза, таяммум соғуға болады. Ал нәжас түсіп, кейін кеуіп кеткен болса да, әсер қалмаған болса да, біз оны білсек, ол жерде нәжас болғанын, таяммумға жарамайды дейді бәрібір, қанша таза болып тұрса да. Өйткені саидан тайиба деген сөзге қатты нестеледі, таза болсын деген. Сондықтан ол жерде намаз оқи беруге болмайды, нәжас емес қой. Бірақ таяммумге ғалымдар не дейді? Саны бір сөзге не істейді, болмайды дейді.